Бүгін ұлыстың ұлы күні, күн мен түн теңесетін Наурыз мейрамын алматылықтар кең көлемде тойлап жатыр. Дәл қазір мен тұрған Астана алаңында мыңдаған алматылық нағыз мейрамның атмосферасын сезініп жүр. Алматы қаласы мәдениет басқармасының мұрындық болуымен арнайы бағдарлама әзірленген. Ал этнокөрмеде 6 тақырыптық киіз үй тігіліп, келушілерге ұлттық мұра мен заманауи технология үйлесімі таныстырылды. Көрме қазақ халқының дәстүрі, тарихы және инновациялық жетістіктерін бір алаңда тоғыстырды. Негізгі алаңда концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, дәстүрлі ән мен күй және заманауи өнер туындылары көрерменді қуантты. Тұрғындардың көңілге көтеріңкі, алаң шаттық пен көңілге, ән мен биге толды. Маңғыстаудан келдім, батыс өңірден. Қарайым, жастар да келіп жатыр. Жастардың да мына біздің ұлттық дәстүрімізді қабылдап жатыр. Оны да жастар да үйреніп жатыр. Осыған мен қуанамын. Наурыз деген бұл табиғаттың жаңаруы, жылдың басы. Бәрімізге де әз наурыз құтты болсын. Бұл тағы да біздің қазақтың жыл басы. Жылдан жылға аман жетейік, амалдан амалға амал жетейік дейді. Басымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын, ел жұртымыз тыныш болсын. Біз арнайы Талдықорғаннан келдік, немерелерім көрсін деп алып келгем. Қазақ ұлттық киімдермен әдейі келгенбіз. Енді қазақ елімізге наурыз тойы құтты болсын, осы керемет деңгейде өте берсін, жастарымызға осында үлгі болсын деп тілектеспін. Келешек ұрпақтарымызға өте керемет дәстүр, салт дәстүрді көрсеткен дұрыс қой. Биыл бір рет келіп тұрмын, өте күшті, прям энергично, әсерлі, ұнап жатыр қатты. Теріс қарасаңыздар, өте көп жастар, бәріміз қазақи нақышта киініп, ана жақта выставка болып жатыр, бәрі қазақи нақышта, бәріміз алып жатырмыз. Құрметті көрермен, бүгінгі мерекелік концерттің арнайы қонағы Роза Зергелли. Добро пожаловать в Казахстан. Мой дорогой, я приветствую вас, в вашем лице всех ваших зрителей. Я приветствую весь Казахстан. И особенно город Алмату, мой любимый город. Я поздравляю всех с праздником Рамазана, с праздником Науруза. Дай Бог, чтобы в ваших семьях всегда был детский шумный звон смеха и наставления от наших старших. Я поздравляю вас и в вашем лице поздравляю всех, кто нас сейчас лицезреет. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydin, mənə gəlseydin. Айта кетейік, наурыз тойы 3 күнге жалғасады, ал мерекелік мәдени шаралар легі қаланың барлық 8 ауданын қамтиды. Абдрахман Ғайрат, Сабира Якуб, Мейірлі Ғайсарқызы, Зиада Леткізі, Ұрпағыны медиа, Алматы.